Құрметті тыңдаушы, сіздің назарыңызға Орал политехникалық колледжінің бірінші санатты арнайы пән оқытушысы Нахуова Эльмира Сүйенішқызының екінші видео сабағын ұсынамыз. Электрогаз дәнекерлеуші мамандығында оқитын бірінші курс студенттеріне арналған бұл видео сабақтың тақырыбы құбырларды кесу және пісіру. Бірінші сабақта сенсорлы экраннан презентацияның көмегімен теориялық ақпараттар, қауіпсіздік ережелері және симулятор деп аталатын электрогаз дәнекерлеуші тренажерындағы жұмыс баяндалды. Екінші сабақта арнайы өндірістік шеберханада қауіпсіздік ережелері мен нақты дәнекерлеу жұмыстары көрсетілді. Практикаға бағытталған қызықты видео сабағымыз сіздерге ұнайды деп үміттенеміз. Сабақтың басында арнайы пісіру аппараттарымен жұмыс жасау үшін техникалық қауіпсіздік ережелері түсіндіріледі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құбырларды кесу және пісіру жұмыстарын жүргізу. Біздер жаңағы теориялық бағытта өткен болатынбыз, енді практикалық бағытта жұмысты қалай жасалу бағытын көрсетеміз. Ең алдымен жұмысты жасамас бұрын техникалық қауіпсіздік ережесін міндетті түрде сақтауларыңыз қажет. Сондықтан техникалық қауіпсіздік ережелеріне нелер жатады? Арнайы киім біріншіден. Арнайы киім дәнекерлеушінің арнайы киімі брезент матадан тігілген, тектелген және күйеуге ұшырамаған киімдер, таза киімдер болу керек. Қолғап міндетті түрде жаңағы көртеше қолғаптың ішіне салыну керек. Өйткені жаңа күйіп кетуге ұшырайды. Техникалық қауіпсіздік ережесінде күйіп кеткен жағдайда брезент матадан тігілген көртешелер мынандай жағдайда күйіп кетеді. Бұндай киімдермен жұмыс жасауға тыйым салынады. Сондықтан техникалық қауіпсіздік ережесіне тоқ көзін дұрыс пайдалану және ашық жерлері изоляцияланған болу керек. Кабинада бір немесе екі адамнан артық жұмыс жасауға тыйым салынады. Шу болмау керек. Сосын арнайы желдеткіштермен міндетті түрде қосылып тұру керек. Енді қазір сіздердің алдарыңызда мына құбырларды жаңа көрсеттім, сол құбырлар бойынша екі құбырды, 50 мм құбырды пісіру жұмыстарын жүргіземіз. Мысалы, ең алдымен металды құбырды өлшеп аламыз да, сол құбырдың фаскаларын аламыз, яғни қырларын жонып қырларын аламыз. Содан кейін 1,5-2 мм аралығында саңылау қалдырамыз. Саңылаудың қалу себебі ол деген жағы металдың құбырды біріктірген уақытта беріктілікті және сапалы жұмыс атқару үшін. Содан кейін оны іліктіреміз. 2 немесе 3 жерден іліктіруге болады. Іліктіріп алғаннан кейін бірінші қадам ол жаңағы пісіру тамыры. Ол пісіру тамырын салып алғаннан кейін екінші қадам пісіру жігін жүргіземіз. Қазір сіздердің алдарыңызда барлығымызға құбырлар дайын, сол құбырлар бойынша жұмысты ары қарай жасаймыз. Дәнекерлеу шеберханасында студенттер арнайы және шынайы пісіру аппараттарымен практикалық жұмыстар жүргізеді. Ең алдымен екі құбырды жаңағы ернеулерін келтіріп аламыз. Қисық болған жағдайда, мысалы, фаскаларын бәрін дұрыстап алып, ернеулерін келтіріп аламыз тегістеп, дәл келетіндей бұл. Содан кейін міндетті түрде арасына 1,5-2 мм саңылау қалдырамыз. Саңылау қалдыру үшін арнайы сымдар арқылы арасына қалдыруға саңылау қалдырамыз. Содан кейін екі жерден іліктіреміз. Қолғаптарыңызды киіп, қолғап міндетті түрде, күртешенің жеңі міндетті түрде салыну керек. Сосын жұмысты бастамас бұрын көз деп айтуымыз керек. Яғни айналасындағы адамдар жаңа маскаларын кию керек міндетті түрде. Өйткені жаңа бұдан шыққан ультракүлгін сәуле адамның көзінің қабыршақтарын зиян тигізеді, сондықтан. Көз яғни бір іліктіріп алғаннан кейін қисық болса, оны жайлап соғу арқылы дұрыстайды. Содан кейін ортасындағы салған сымымызды алып тастаймыз. Көз міндетті
жаңағы іліктірген шылағын қағамыз. Шылағын қақпасаңыз үстінен түскен дұрыс болмай шығады. Содан кейін айналдыру әдісі арқылы, жаңағы біздің өткен сабағымыздың бойынша айналдыру әдісі арқылы дәнекерлеу жұмыстарын жүргіземіз. Содан кейін міндетті түрде шылақтарын қағамыз. Шылақты төмен қарай қағасыңдар, өздеріне қарай қағуға болмайды. Өйткені жаңағы шылақ ұшқан уақытта ыссы металл көздеріне, беттеріне тиіп күйіп қалуы мүмкін. Содан кейін шылақтарын қағамыз. Яғни құбырды айналдырып дәнекерлеу жұмыстары осылай жүргізіледі. Бүгінгі сабақта студенттер жеке-жеке арнайы пісіру аппараттарында жұмыс жасау арқылы өз тәжірибелерін шыңдайды. Сабақ мақсатына жетті деп ойлаймын. Сау болыңыздар.